Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Князев Ақжол. Бүгін біз осы шығаратын тақырыбымыз ол кубик және көлемдерді табу. То есть андай параллелепипед, призма, кубик, сондай фигуралардың көлемдерін табатын боламыз, достар. Кубтың қанша қыры болады? Қыр деген ол не? Қараңыздар, мынау біздегі куб болсын, иә, бүйтіп. Былай, былай, былай и былай. Мынаның ар жағы көрінбейді, типа. Мына абы дегеніміз қыр. То есть міне мынау қыр. Бір қыры бар, екі қыры бар, үш қыры бар, и төрт қыры бар. Оның артында дәл солай төрт қыр бар. 8 болды ма? Осы екі жағын байланыстыратын тағы төрт қыр бар. Міне, 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 міне. 12 сонда. Кубтың жалпы 12 қыры бар. Қанша жағы болады? Жақ деп атқанымыз, мінекей, осы жақ мысалы. Мінекей мынау бір жақ. Мына төрт бұрыш тоже жақ. Мінекей. Екеуі болды. Үшеуі болды. Астындағы мен төртеуі болды. Ар жағында бесеу, сол жағында алтау. Кубтың 6 жағы болады. Ну, то есть мінекей, мына төрт бұрыш, оң жақтағы төрт бұрыш, арт жақтағы төрт бұрыш. Ну, осылай санау керек, сонда алтау болады бізде. Кубтың төбелерінің саны мен жақтарының санының қосындысы. Төбелерінің саны. Жаңа біз 6 жағы болады деп айтқан болатынбыз, иә? 6 жағы болады бізде. Жақтары алтау. Енді төбелерін тайық. Неше төбесі бар болады? Мінекей мында біреу, екеу, үшеу, төртеу. Бесеу, алтау, жетеу, 8. Кубтың 8 төбесі бар екен. 8-ге 6-ны қосам, сонда 14 болады екен, достар. Қыры 6 см кубтың негізгі қаңқасын жасау үшін неше сантиметр сым керек дейді. Мынау бізде куб. Оның қыры 6 см дейді. Кубтың қандай айырмашылығы бар? Қандай особенности бар? Барлық жақтары тең мысалы. Мынау барлығы 6-дан, короче. Білеміз оны, иә? Енді қараңыздар, негізгі қаңқасын жасау үшін неше сантиметр сым керек? То есть ойлаңыздар, что мынаның іші бос, мынаның іші бос. Менде тек қана андай қаңқасы тұр деп ойлаңыздар. Қаңқасы десе, қанша қыры бар бағана? Бағана бізде 12 қыры болған, иә? 12 қыры, каждый 6-тан болса, жалпы 6 бір 6, 72. Сонда 72 сантиметр сым керек деген сөз. Өйткені біздегі мыналар ғой, қырлары ғой, сымнан жасалып тұрған. Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табыңыз дейді. Көлемін табу үшін берілген 3 параметрді бір-біріне көбейту керек. 12, 3, 7. Так, көбейтетін болсақ, 12, көбейту 3, көбейту 7. 252 екен. 252. Ол мендегі В жауабында орналасқан. Тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесі ортақ 3 жағының аудандары 35, 21 және де 15 дейді. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі. Көлемі десе 3 данный керек қой, мынау ABC керек қой, мынау. Иә? ABC. Мысалы қараңыздар, 35 деген қандай екі санның көбейтіндісі? Ол мысалы 7 мен 5-тің көбейтіндісі. Ну, өйткені ауданы ол. Өйткені мына төрт бұрыш қой, мына алдымызда тұрған мына тік төрт бұрыш. 21 деген ол бізде 7 мен 3-тікі. Кейін 3 пен 5-ті көбейтсем, мында 15 шығып тұр. Все. Даныларым бар 7, 5, 3. 7, 5 и 3. 35-ті 3-ке көбейтеміз, 105 болады. Тік бұрышты параллелепипедтің бір төбесі ортақ 3 жағының аудандары қараңыздар, мінекей бір төбесі бар. И 3 жақ кеткен осынан былай бүйтіп. Түсінесіздер ме, мінекей осылай. Солардың аудандары 77, 55, 35. 77 деген ол жалпы 7 мен 11. 55 деген 11 мен 5. 35 деген 5 пен 7. Все, мына 3 ұзындықты көбейтеміз. 11, 7 и 5. Калькулятормен көбейтетін болсам, 11 көбейту 7 көбейту 5, 385 деген санды береді екен. Сонда кубтың көлемі менде, достар, 385-ке тең екен. Ол мендегі Д жауабы деген сөз. Тік бұрышты параллелепипедтің бір ортақ 3 жағы бар дейді. Бір ортақ төбесіне шығатын. Мінекей, дәл алдыңғы есеп сияқты ғой, как. Мінекей, мына төбеден шығатын, бұныкі 30,
35 және 42. 42 деген ол 7 мен 6. 35 деген 7 мен 5. 6 мен 5 кейін 30 береді. Все, данылар бар. 5, 6, 7. Көлемді табу үшін 5-ті 6-ға, 6-ны 7-ге өту керек. 6, 5-ің 30, 30 7-ге өтеміз 210. Кубтың әр қабырғасын 10%-ға арттырсақ, көлемі қанша пайызға артады дейді. Көрейік. Басында көлемі бізде А куб менде. Кубтың көлемі А куб. Қабырғасы А болса егер. Ал әр қабырғасын 10%-ға арттырсам 1/1 А деймін. Онда мен В деймін да. 1/1 А-ның кубы деймін. Ал 1/1-дің кубын мен калькулятормен тауып көрейін. 1/1 көбейтілген 1/1 көбейтілген 1/1. 1/331 екен. Көлем сонда 1/331 А болады. Ал ол бізде 33,1% артады деген сөзді білдіреді. Өлшемдері мынандай бір 10, 12, 14 дейді бүйтіп. 10, 12 и 14. Осындай тапсырыс алған компания дейді. Олар қателесіп кеткен да. Басқа бір формадан кірпіш па не блок жасаған басқа бір формадан. Бірақ оныкі 10, 14 и 18. Неше пайызға артық дейді. Неше пайызға артық болса, бастапқысы қанша өзі? Бастапқысының көлемі 10, 12, 14, е? Көбейтіп алайын 10, 12, 14-ті. 10 көбейту 12 көбейтілген 14. 1680 екен. Басында ол 1680 болатын көлемді дайындау керек еді. Мына V1-ді ақпайық. Мына V2. 10 көбейтілген 14 көбейтілген 18. 2520. Ал ол 2520-ны жасап тастады. Мұнда артық деген ғой, артық десе бірінші үлкен санды жазамыз. 2520-ны бөлемін 1680-ге. 2520-ны 1680-ге бөлеміз. Бөлем 1680-ге. 1,5. 1,5 деген сөз, ол 50%-ға артық жасап тастады деген сөз ғой. 50%-ға артық жасап тастады. То есть в себе убыток. Үй салатын кірпіштің салмағы 4 кг. Бір материалдан соғылып, бірақ одан өлшемдері 4 есе кіші. Ойыншық кірпіштің салмағы қанша дейді. Жалпы масса дегеніміз ол ровы деген физикада форма бар. Демек масса дегеніміз ол көлемге тура пропорционал. То есть масса туралы әңгіме кететін болса, ол көлем арқылы шығу керек деген мағынаны білдіреді бұл. Енді қараңыздар, басында шынайы кірпіш ол мынау болсын. Иә? Оның даналары А, Б, С болсын. Иә? 4 килограмм болады, егер А, Б, С болса. Көлемі А, Б, С ғой. Енді өлшемдері 4 есе кіші дейді. Осындай бір кішкентай бір ойыншық кірпіш бар. Оныкі А бөлі 4, Б бөлі 4, бүкіл өлшемі 4 есе кіші. Онда оның көлемі А бөлі 4, көбейтілген Б бөлі 4, көбейтілген С бөлі 4, е? И осының массасы қанша дейді. X-ті табатын болсам, мұны екеуі көбейтілу керек. 4 көбейтілген А, Б, С бөлінген 4 көбейту 4 көбейту 4, бөлемін А, Б, С-ға. А, Б, С мен А, Б, С кетеді, 4 пен 4 кетеді, 1 бөлінген 16. Калькулятормен 1-ді 16-ға бөлу керек, 1 бөлінген 16. 0,0625. 0,0625. Осынша килограмм. Ол бізде 62,5 грамм дегенді білдіреді. То есть 1000-ға көбейту керек, чтобы граммға айналдыру үшін. Ол мендегі А жауабым. Үй салатын кірпіштің салмағы 10 килограмм дейді. Дәл алдыңғы есеп сияқты. 10 килограмм бізде А, Б, С үшін қанша болады егер А бөлі 5, то есть бәрі 5 есе кіші, Б бөлі 5 и С бөлі 5 болса. Мұны екеуін көбейтеміз, е? 10-ды көбейтем А бөлі 5-ке, Б бөлі 5-ке и С бөлі 5-ке и бөлемін А, Б, С-ға. Мына А, Б, С үстіндегі А, Б, С-мен қысқарып кетеді. 5 пен 10 қысқарады да 2 қалады. Сонда 2 бөлінген 25. 100 болу үшін 4 берем, 0,108. Демек ол 80 грамм дегенді білдіреді. Өйткені 1000-ға көбейту керек қана. Апам бір қорап шақпақ қант сатып алды дейді. Балалар оның жоғары қабатын 77 шақпақ қантты жеп қойды. Окей. Бұдан кейін олар 55 шақпақ қанттан тұратын бүйір қабатын жеді дейді. Хорошо. Мынау біздегі қанттың коробкасы. Ішінде қанттар жатыр бүйтіп. 1, 2, 3, 4, 5. Өсіп жата береді ары қарай. Былай болады. Суреті қандай болатын депші. Потом былай кетті, бүйтіп түседі. Өйткені шақпақ қанттар ғой каждый бүйтіп.
қанттар осы қаз-қатар тізіліп тұрады өстіп. Қораптың ішінде осындай болады. Примерно осындай болады, жарайды. Бірінші олар жоғарғы қабатын жеткен 77 дейді. 77 деген ол қандай екі санның көбейтіндісі? Мен мында қара маркер алайын. Ол бізде 11 мен 7 болсын. То есть мен мысалы мына үстіңгі қабатын жеп тастадым. Мына үстіңгі қабаты уже жоқ. Мінекей мына бір слойым уже жоқ. Одан кейін 55-ін жеген, олар бірақ бүйір жағы дейді. Мен мына бүйір жағы деген ол мендегі мына оң жағымда тұрған қабат қой мінекей. Сол 55 дейді. 55 деген ол қандай сан? Мында 11 бар, 11 мен 5 қой демек. Иә? Кейін олар алдыңғы қабатты да жетті дейді. Алдыңғы қабатты қараңыздар, былай 5-еу қалды. Былай общий 7-еу еді. Мен соның оң жақтағы тұратын бір қабатын жеп қойдым. Сонда мында 6-ау қалады. 6 5-ің 30. Басында даналар қандай болады? Қараңыздар, біз 5 болса, иә, мен төбесін жеп қойдым ғой басында, 77 болатын, төбесін жеп қойдым. Онда ұзындыққа біреуге кемі қалады бүйтіп. Ұзындығымыз біреуге кемі қалады. Демек басында 6 болды деген сөз. Сосын мен жоғарғы қабатын жеп тастаймын, кейін мында 5-еу қалады деген мағына. Сонда 6, 7 и 11 бұл бастапқы даналар. Сонда 6, 7, 11 сонда басында қанша болған? 6, 7, 42 көйтілген 11. 462. Басында 462 қант болған. Мен соның 77-сін жедім. Сосын 55-ін жедім. И 6 5-ің 30-ын жедім. Сонда қанша қалады дейді. Осыларды азайтып тастаймыз. Азайтамын 77, азайтамын 55, азайтамын 30. 300 қалады екен, достар. 300. Просто мына жерде маңыздысы в том, что мен мысалы 55 болатын болса, онда оның биіктігі 5 деген сөз. Мына жер 5. Бірақ мен басында төбесіндегі бір қабатты жеп тастадым оны, үстіндегі бір қабат. Онда биіктік бойынша біреуге азайып қалады. Түсінесіздер ме? Допустим, менде мына слоеный торт деп ойлаңыздар. Мен мына үстіңгі қабатын жеп тастасам, онда слоеный торттың биіктігі біреуге азайып қалмай ма? Вот сондай. Апам бір қорап шақпақ сатып алды дейді. Жоғарғы қабатын 99-ын жеді дейді. 99 деген қандай екі сандікі? 11 мен 9-дікі ол. Потом бүйіргі қабатын жеді. 44 дейді. 4 пен 11. Сосын 9-ын мына бүйіргі қабатын жеп тастады. Оң жақтан біреуін. Мұнда 8 қалады. Сосын алдыңғысын жеді. 4 8-ің 32. Сонда басында қараңыздар. Мұнда 4 болса, басында біреуге артық болған, өйткені мен мына үстіңгі слойды жеп тастадым ғой. Түсінесіздер ме? Сонда мына жер басында 5 болды деген сөз. Сонда 9, 5 и 11. Бұл мендегі бастапқы даналар. 5 9 45 и 11. 495 қант болған басында. 495. Содан азайтамын. Бірінші 99 жедім. 44 жедім потом 4 8-ің 32-ні жедім. Минус 99, минус 44, минус 32. 320 қалған. Сонда в конце 320 қант қалды. Ал мендегі Д жауабы. Егер кубтың қырын 6 есе ұзартсақ, одан кейін қырын 2 есе қысқартсақ, кубтың көлемі қалай өзгереді? Қараңыздар, қыры 6 есе ұзартам, потом 2 есе қысқартам, 2 есе бөліп тастаймын. Сонда ол жалпы 3 есе артады екен, иә? Ал көлемі? Көлем бізде А кубқа тең ғой. Сонда мен А-ның орнына 3А-ны қоямын. То есть 3А-ның кубы 27 А куб. То есть көлемі менде 27 есе артады екен. Асан қыры 4 см болатын ағаш текшенің сыртын бояп дейді. Қараңыздар, мынау тоже жиі кездесетін есептердің бірі. Және осыны дұрыстап түсіну керек. Қыры 4 см. Оның қырын 1 сантиметрліктерге бөліп тастады. 1, 2 и 3. Сонда видите, 1, 1, 1, 1. Сонда 4 шығады да кейінше. Былай, былай и былай. Барлық қырын 1 сантиметрліктерге бөліп тастаған ол. Былай, былай, былай. Как бағанағы шақпақ қант сияқты олар. Түсінесіздер ме? Осындай бізде сетка, тор сетка болады. Бір жағы боялған кубиктер саны қанша? Допустим, бәрін мен жасыл түске боядым. Былай.
Байқағанымыздай мына төбесіне тұрғанның үш жағы боялды. Мыналардың екі жақтары боялған. Мынаның үш жағы боялады. Ал бір жағы ғана боялғандар бүйтіп орта жағында тұрады бүйтіп. Иә? Енді мен жазып қойын мында. Үш жағы да боялғандар саны фиксированный 8. То есть 8 төбесі бар. Демек, үш жағы ғана боялатындар олар төбелерінде орналасады. Екі жағы боялғандар десеш. Давайте мынаның ұзындығы n болсын, иә? Типа n штук бар. Мысалы, менде қазір в данном случае 4 қой менде. Бір-бірден бөліп тастадым, 4 кубик пайда болады. Мына n деген типа n кубик бар. Екі жағы боялғандар, олар міне мына орталарында. Ол үшін мен екі төбесін алып тастау керекпін. n-нан 2-ні алып тастау керекпін. То есть екі жағы боялғандар, олар қырларында орналасады. Соны жаттап алыңыздар. Сонда менде 4-тен 2-ні азайтсам, кейін 2 ғана болады да. А сонда неше қырым бар? Кубтың бағана 12 қыры бар деп айтқан болатынбыз. Енді бір жағына боялғандар қай жерде? Бір жағына боялғандар ортаңғы бөлігінде орналасады. Мына асты бойынша ол n-2-ге тең, биіктігі бойынша да n-2-ге тең. Демек, n-2-нің квадраты деймін. То есть n-2-ні n-2-ге көбейтемін ғой. Сонда ол жақтарында орналасқан ғой, былай жақтарында орналасқан. Ал кубтың қанша жағы бар? 6 жағы бар. 6 көбейтемін. Ал 0 жағы боялғандар десе, n-2-нің кубы болды. То есть ешқай жағы боялмағандар. Бізге айтқан бір жағы боялғандар деп. Бір жағы боялғандар десем, мына формула керек болады бізге. Қоршақ қойдым ғой? Сол формула керек болады. Мен n-нің орнына 4-ті қоя салам. 4 деген өйткені 4 кубик бар да, былай биіктік бойынша. 4-тен 2-ні азайтамын да, квадраттап 6-ға көбейтемін. Сонда 2-нің квадраты көбейтілген 6, 2-нің квадраты 4, 6 4-ін 24. Сонда бір жағы боялған 24 бар екен. Келесі. Бізде кубиктің қырлары 7-7 дейді. Кубтың данылары былай 7, 7. Оны бірліктерге бөліп тастадық бүйтіп. Каждынікі бір. И сөйтіп 7 кубик пайда болған ғой. Екі жағы да боялған дейді. Екі жағы боялған десе мына форма керек қой маған. n-2 көбейту 12 деген. n-2 12 болып кетті. n-2 көбейту 12. n-нің орнына 7-ні қоямын. 7-2 көбейтілген 12. Сонда 5 көбейтілген 12. Ол менде 60. Д жауабы болады. Мен 8 сантиметрліктерді 2 сантиметрліктерге бөлдім. Онда мында менде n-ім ол 4-ке тең. До этого біз бірлерге бөліп тастадық просто. 7-ні 1-ге бөлсем 7, 4-ті 1-ге бөлсем 4. Мында 8-ді 2 сантиметрліктерге бөлді та. Сонда 4 кубик пайда болады деген сөз. Екі жағы боялғандар. n-нан 2-ні азайтамын. Соны көбейтеді екенмін 12-ке. Сонда 4-тен 4-ті қоямын ғой n-нің орнына. 4-тен 2-ні азайтамын 2 көбейту 12. Сонда 24. Жалпы 24 кубик бар деген сөз. Амангелді қыры 3 дециметр болатын кубта көк түске бояп дейді. 1-ге бөлді дейді. Значит, 3-ті ол біз 1-ге бөлдік. Значит, 3 кубик болады. Бір жағы ғана боялғандар. Бір жағына боялғандар ол n-2-нің квадраты көбейтілген 6 болды, вроде бы. Бір жағына боялғандар, да, n-2-нің квадраты көбейту 6. n-нің орнына 3-ті қоямын, 3-2-нің квадраты көбейтілген 6. 3-ні 2-ні азайтамын, 1-дің квадраты көбейту 6, ол бізде 6-ны береді. Д жауабы. Асан қыры 5 сантиметр болады дейді. 5-ті біз 1-ге бөлдік. 5-ті 1-ге бөлсек 5 болады. Боялмаған дейді. Боялмағандар ол n-2-нің кубы деп айтқан болатын менен. То есть 5-2-нің кубы. Сонда 3-тің кубы, ол менде 27. 7-ге 6 сантиметр болатынды 1 сантиметрліктерге бөлді дейді. Боялмағандарын табу керек. 6-ны 1-ге бөлсек 6 болмай ма? Сонда n-2-нің кубы дейміз. Сонда 6-2, соның кубы, 4-тің кубы біз 64 деген санды береді. С жауабы. Арнайы жасалған кубиктің дейді 5 жағында 5, одан кейін 6, 9, 11, 14 сандар жазылған. Қарама-қарсылардың қосындылары тең дейді. 5, 6, 9, 11, 14. То есть суть мынандай. Мынау менің мысалы кубигім. Мынау 5, мынау допустим 6, мынау 9 болса, 5-ке қарама-қарсы тұрған бір сан болуы мүмкін. Например, 11 деген сияқтышы. 5-ке 11-ді қоссам, 9-ға, онда оған қарама-қарсы сол жағын жатады ғой. Сол санды қосқанда өздері тең болып тұру керек қой, короче.
қарама-қарсы жақтағы сандардың қосындысы тең болу керек. Біз нені байқадық? 6-ға 14 қоссақ 20, 9-ға 11 қоссақ 20. Значит, 5-ке қандай санды қоссақ 20-ны береді? 15-ті. Демек 15 болу керек. Суретте көрсетілген мұнара бірінің үстіне бірі қойылған қанша кубиктен құралған дейді. Мұнараға алдынан қарасақ, мұнара осылай көрінеді екен. Дәл жанынан қаратын болсақ, допустим, оң жақ, сол жақ, онда осылай көрінеді екен. Демек, мұнара десе, екі башнясы бар, екі вышкасы бар. Біз жалпы кубиктің неше основаниясы бар ғой, сонда неше кубик бар екенін табуымыз керек. Ол үшін былай істейік. 1, 2, 3, 4, 5, мында да 5 бар ғой. Сонда былай бір қатарымызда 10 штук бар екен. Өйткені мында 5, былай да 5 ғой. Мында да 10, 20, мында да 10, 30. Кейін соған 2 башнясын қосып қоямын. Сонда 32 болады. Просто башнясы біреу-ақ, неге? Өйткені шетінен қарасаң біреу-ақ, алдынан қарасаң екеу. Значит, башнясы ені бойынша бір кубиктен тұрады ғой. Бізде мұнда не деген? Суреттегі қораптың ішіне қыры 5 болатын қанша кубик сияды дейді. Окей. Бірінші қанша кубик сияды деген есептерде біз бірінші көлемін табуымыз керек. 50-ді 40-қа и 15-ке көбейту керекпіз. То есть, общийдің көлемін ше. 50, 40 и 15. 50, 40 и 15. 30 мың. Сонда көлем менде 30 мың екен. Сонымен қыры 5 болатын болса, онда оның көлемі 5-тің кубы 125 болмай ма? Бір кубиктің көлемі 125. 30 мыңды сол 125-ке бөліп тастасақ, 240 кубик сияды екен сонда. 240. В жауабы екен, достар. Қанаттың 1 сантиметрге тең 42 кубигі бар дейді. Ол тік бұрышты параллелепипед жасау үшін барлық кубиктерді толық пайдаланды дейді. Параллелепипедтің табаны 18 болса, биіктігін табыңыздар дейді. Қараңыздар, мұна біздегі параллелепипед. Кубтан айырмашылығы данналар әртүрлі болады. Бізде соның табанның периметрі дейді. Мынандай кішкентай кубиктардан бүйтіп құралған ғой бүйтіп. Түсінесіздер ма? Бізде 42 штук бар кубиктің. Табан периметрі 18 дейді. 18 деген ол табаны тіктөртбұрыш қой мынаның. Параллелепипедтің табаны тіктөртбұрыш болып тұр, 18 деген периметріміз ол 2 еселенген А плюс Б емес па? Сонда А плюс Б-міз бізде 9-ға тең, өйткені 18 бен 2 қысқарады да 9 қалады. То есть, 2 табанын қосатын болсам, мына 2 табанын өз-өзіне қосатын болсам, 9 береді. А 9 деген қандай 2 санның қосындысы? Допустим, 2 мен 7 болып көрсін. Енді қараңыздар, менде общий 42 кубик шығу керек қой, 42 шығу үшін 2 7-ің уже 14 болады. 14-ті қандай санға көбейткенде 42 болады? X тең 42-ке. 3-ке. Значит, биіктік бізде 3-ке тең деген сөз. Өйткені мен деген мына даныларын көбейтсем, ішіне сиятын кубиктардың саны шықпай ма? Алдыңғы есеп чуть-чуть кері. Сонда биіктік 3 болу керек. Қанаттың қыры 1 сантиметрге тең 32 кубигі бар. Параллелепипедтің табаны 12, дәл алдыңғы есеп сияқты. 2 еселенген А плюс Б тең 12-ке. Сонда А плюс Б тең болады 12-ні бөлем 6-ға. 6 деген ол қандай 2 санның қосындысы? 4 пен 2 болуы мүмкін. Енді осыны 4-ті, 2-ні және мына биіктігін көбейткенде кейін 32-ні беру керек қой. Сонда 2, 4, 8, 4 болды, сонда биіктігіміз бізде 4-ке тең екен. Так, параллелепипедтің табанының периметрі дәл алдыңғы есеп сияқты. Сонда А плюс Б тең сразу 24-нің жартысы 12 деп жаза салайын. 2 санның қосындысы 12-ні беру керек. 5 пен 7 деп айта алмаймын. Өйткені 96 деген ол 5-ке бөлінбейді. 8 бен 6 дейін. 8 бен 4 дейін лучше. Сонда биіктік менде x болсын. Сонда 8 көбейтілген 4 көбейту x тең 96 болып көрсін. 32, 3. Бір жауабы. Қыры 20 см куб дейді, қыры 1 см болатын кубтарға бөлінді дейді. Бізде мынаның қыры 20, қыры 1 см болатын кубтарға бет бөліп тастаған. 20-ны бірге бөліп тастасақ, мында жалпы 20 штук шығады бетіп. Биіктік бойынша да 20, былай да 20. Енді осы кубиктарды дейді, бірінің үстіне бірін қойған. То есть кішкентай кубиктарымызды кейін біз қиып тастадық қой. Сонда бірінің үстіне бірін қойған, бірінің үстіне бірін қойған.
каждыйның қырлары бірге тең. Өйткені мен қыры бір болатынға бөліп тастадым ғой. И сөйтіп мұнара жасадым, мұнараның биіктігі. Енді қараңыздар, бірінші мұнда қанша көлем бар екен, то есть қанша кубик бар екен тауып алайық. 20-ның кубы деп қоямыз. 800 кубик бар екен. Мұнда сонда жалпы 800 кубик бар, каждыйның қыры 1 сантиметр. Каждыйның қыры 1 сантиметр. Сонда 800-ді 1 сантиметрлікке көбейтетін болсам, 800 сантиметр биіктік пайда болады. Ол менде 8 метр дегенге сәйкес. 3 дециметр, демек бұлай 30 бар деген сөз. 30 сантиметр. Соны бірліктерге бөліп тастадым бұлай. Дәл алдыңғы есеп қой. Просто саналасқа. Сонда менде жалпы 30 штук болады. Көлем менде 30-дің кубы 900. Нет, 2700, кешірім сұраймын. 2700. Сосын олардан бітіп тік мұнара жасаған бітіп. Каждыйның биіктігі бірге тең. Сөйтіп менде 2700 кубик бар. Онда мен 2700-ді бірге өтетін болсам, 2700-дің өзі шықпай ма? Ол бізде 2700 бұл сантиметрмен. 1 сантиметр болатын кішкене кестеде жасалған мұнараның биіктігі. 30 дециметр деген ол 30 сантиметр ол. 27 мың екен, кешірім сұраймын, 27 мың екен. 27 мың сантиметр, кейін дециметрге айналдыратын болсақ, 2700 дециметр болады. 2700 дециметр С. Просто мен көйткенде 1-0-ді ұмытып кеттім. Енді қыры 1 метр. 1 метр деген ол 100 сантиметр. Соны бірлерге бөліп тастады. Сонда менде жалпы 100 кубик бар деген сөз былай. Былай да 100 кубик бар. Былай биіктік бойынша да 100 кубик бар. В общем, 100-100 ғой данылардың бәрі. Көлем толық 100-дің кубы. 2-0-ден 3 рет болады былай. Кейін тізбектеп дейді. То есть бірінің қасына бірін қойған ғой бүйтіп. Каждыйнікі 1. Сонда мұнда жалпы ұзындығы 0,000. Осынша сантиметр болады. Кейін оны метрге айналдыру керек ау. 2-0 сызсам метр болады, 3-0 сызсам километр болады. Сонда 10 километр деген сөз. 10 километрге созылып жатыр екен. 125 бір жағына бойылғандар. 125 деген жалпы біздегі кубиктардың саны 125. То есть біздің көлеміміз 125-ке тең. Қабырғамыз демек 5-ке тең деген сөз. Түсініп отырмыз ба? Бір жағына бойылған. Бір жағына бойылғандардың формуласы n-2-ның квадраты көбейтілген 6 болды, бағана. n-нің орнына 5-ті қоямын, сонда 5-тен 2-ні азайтамын 3, 3-тің квадраты көбейту 6, 6-9-ың 54. Ол мендегі А жауабым деген сөз. Енді қыры 1 сантиметр 40 кішкене кубик берілген. Оларды қолданып мүмкіндігінше үлкен болатын бір куб құрастырған. Жалпы бізде куб құрастырсақ, оның көлемі бір санның кубы болу керек. То есть ішіне кеткен мынандай кішкентай кубиктардың саны, мынандай кішкентай кубиктардың саны, ол бір санның кубы болу керек. Мысалы 40-қа жақын қандай санның кубы бар? 27 деген ол 3-тің кубы. Мысалы 4-ті алатын болсам, 4-тің кубы 64 болып кетеді, асып кетеді. Менде 40 қана бар ғой. Мен соның 27-сін қолданып куб жасай аламын. Мысалы 40-тың бәрін қолданатын болсам, ол жерде кубик пайда болмайды. Ол жерде призма пайда болып кетеді. Мен 27-сін қолданам, қалған 13-і артылып қалды деген сөз. Мұнда 100 берген екен. Бір куб құрастырды. Жаңағы 4-тің кубы ол 64. Дәл алдыңғы есеп қой. 5-тің кубы бірақ 125 болып кетеді. 125-ке жетпейді менде. Менде 100-ақ қана кубик бар. Сонда 64-ін қолданам. Кейін 100-ден 64 азайтсам 36-сы қалып қойды деген сөзге артылып қалды. Кубик төбелері біршама бөлік кесініп алынды дейді. Онда неше қыр бар? Мынау 1 қыр, 2 қыр, 3 қыр, 4 қыр. Вообще кубиктің бағана 12 қыры бар болған. Бірақ менде мына жерде төбесі жатты ғой, бір төбесінде 3 қыр сразу пайда болып кетті. Мында 3 қыр пайда болып кетті. Мына төбеде 3 қыр пайда болып кетті. 3 қырдан 8 төбесінде де пайда болды деген сөз. 12-ні қосам 8 үшін 24. Сонда 36 деген сан береді екен достар. С жауабы. Қыры 3-ке тең кубиктің дейді
әр бұрышынан қыры бірге тең кубик кесіліп алынды. Пайда болған фигура жақ болады. Басында кубиктің 6 жағы бар дедік, иә? Енді мына бір төбесінде 3 жақтан пайда болды. Түсініп отырмыз ба мінекей? Мында 3 жақ пайда болған. Қай 3 жақ ол? Қараңыздар. Мінекей бір жақ, астында 2 жақ, сол жағында 3 жақ. Сондайдан 8 төбесі бар. Мында да қиып алам, мыннан да қиып алам, мыннан да қиып алам. 6-ға 24-ті қосам, сонда 30 болады. Д жауабы. Бірдей материалдардан қырларының ұзындығы 4 және 5 болатын куб әзірленген. А және Б бағандарын салыстырыңыздар дейді. Енді массасы үлкен, кубтың қырының ұзындығы көп болған сайын, массасы да үлкен болады. Значит, А кіші Б-дан деп сразу айта салсақ болады. Куб үлкен болған сайын, массасы үлкен ғой тоже. Мында айтып болған, что екі зат бірдей материалдан олардың тығыздықтары бірдей ма, как-то ол бәрібір деген сөз. Осындай куб берген дейді. Альфа дегеніміз ол AH-сы дейді. Қараңыздар, бұл негізі мат сауат емес, матемнан адасып жүрген білесе бау. Өйткені мат сауатқа бұл слишком қиын болып кетеді. Түсініп Енді альфа деген AH-сы дейді. А, H және былай С. H дегеніміз, қараңыздар, мұның бәрі X-тан болса, H деген X түбір асты 2 болады. H-сы тоже X түбір асты 2 болады. А-ны С-мен қосатын болсақ, ол да X түбір асты 2 болады. Барлық қабырғалар тең, значит, тең қабырғалы үшбұрыш, бұл демек 60 градус. H-сы деген ол 60 екен. Енді HD дейді. H және D. D қайда? Мына өше тұрайын. Мына артығын өше тұрайын. Енді H және D керек мұнда, е? Ебай төмен кетіп қалу керек. 90 болса, кубтың барлық қырлары тең болғандықтан 45-45-тен болады олардың бәрі. Сонда мынау 45 екен. Енді гамманы табайық. Ол AHG дейді. AH және G. AH енді былай G. Ол жер 90 градус болады. AHG 90 екен. Сонда, мысалы 4 еселенген бетта дейді, А жауабын тексеріп көрейік. 4 еселенген 45 үлкен ба? Альфаның орнына 60, гамманың орнына 90 қоям. 4 қырты 45-ке өтсек 180, 150. Да, дұрыс екен, все. А болады жауап. 14 рет кір жуғаннан кейін тік параллелепипед тәрізді сабынның биіктігі де, ені де, ұзындығы да 2 еседен кішірейіп қалды. Я, өйткені мен сабынды жуа беретін болсам, оның сабын кішірейе беретін болады ғой. Менде ұзындығы да 2 есе кішірейді, биіктігі де, ені де бәрі 2 есе кішірейді. Сонда АБЦ бөлу 8, сонда көлемнің 8-ден 1-ін кішірейіп қалды. 8-ден 1-і қалды да бізде. Сонда қанша ой кетті бізде? 8-ден 7-сі кетіп қалды ғой. 8-ден 7-сі кетеді, 14 жуу үшін қалған 8-ден 1-і қанша рет жуғанға жетеді деп ойлап көрейік. Бұлай пропорция жасаймыз. 8-ден 1В көбейтілген 14 бөлінген 7 бөлінген 8В. В мен В кетеді, 8 мен 8, 7 мен 14, 2. Сонда әлі 2 рет жуғанға жетеді екен бұл. Все. 7 рет жуғаннан кейін дейді, бәрі 2 есеге қысарып қалған. Дәл жағандай ғой. 8-ден 7 бөлігі бізде 7 рет жуғанға жетті. Қалған 8-ден 1-і қаншаға жетеді? X-ті табатын болсақ көбейтіледі. Дәл алдыңғы есеп сияқты. Бөлінген 7 бөлінген 8. Мына жерде бәрі кетеді ау, е? Сонда енді 1 рет жуғанға жетеді бұл. Енді суретте көрсетілген ашылған қорапты жинасақ дейді, онда тік бұрышты қорап болады дейді. Бұл қораптың көлемі қандай? Окей. Көлемін табу үшін 3 санды көбейту керек бір-бірлеріне. 6, 3 және 4. Әртүрлі 3 санды көбейту керек. 6, 3, 4. 6 үшін 18, 18 көбейтілген 4 десек болады, 18 көбейтілген 4, 72. 72. 1 метр куб судың салмағы 1 тонна. 64 метр квадрат болатын куб формалы ыдысқа қанша су сияды дейді. Окей. Мынаның бір жағының ауданы 64 метр квадрат болса, оның данныйлары 8-8-ден ғой. Сонда біз мынаның көлемі 8-дің кубы деп түсінсек болады. 8-дің кубы 8-8-ін 64. 512 ау, е? 512 екен. Көлеміміз бізде 512.
Қараңыздар, 1 метр кубқа 1 тонна кетеді. 512 метр кубқа қанша тонна сияды? 512 тонна сияды деген сөз. Келесі, 42 дециметр текше тәрізді ыдыс сумен толтырған дейді. Оған қанша литр су құйылғанын табыңыздар дейді. Жалпы дециметрді метрге айналдырып алайық, қыры 20 метр деген сөз. Онда оның көлемі 20-ның кубы. 8000 метр куб. Енді қараңыздар, метр кубты литрге айналдыру үшін 1 метр кубымыз 0,1 литр. Осын жаттап алыңыздар. Сонда мен қазір 8000 метр кубты көйтем 0,1 литрге. Сонда 8 литр шығады екен. То есть 0,1 литрге 0,1-ге көйтсек, онда литр шығатын болады. Мұнан, кстати, метр кубты алып тастайық. Екен метр кубты жазып отырмын осылай. Қыры 30 болған дейді. 30 сантиметр. Сантиметрді метрге айналдырамыз. Ол 0,3 метр болады. Соның көлемін тағық. 0,127. 0,027 кешірім. Осыншама метр куб. Енді осыны біз енді сумен толтыруымыз керек осыны. Кстати, мында что-то... дұрыс. Сонда ол 270-ке тең деп айтқысы келіп тұр ма не сонда? Сонда 1 литріміз ол 0,10 дәрежесі метр куб. Кешірім. 1 метр кубта мында 1 литрда 10 дәрежесі метр куб. Мында 1 литрда 10-3 дәрежесі метр куб. Значит, мындағы метр кубым, ол мына -3 ары барады да 1000-ға көйту керек қой мында. 8000 литр болу керек қой мында. Негізі дұрыс атетші, 8000 литр болу керек. Бәсе, мынаны 1000-ға көйтетін болсақ, онда литріміз шығады. 1000-ға көйтетін болсам 27 литр. Окей, мынау дұрыс шықты онда, я. 27 литр. Физика деген просто өлшем бірліктер, проблема болуы мүмкін, жарайды. Хауыздың 4/3 бөлігін толтыру үшін 90 литр су құйылды. Егер мен хауыздың 4/3-ін табатын болсам, ол 90 литрге тең деп айтам. Онда 3 пен 90 қысқарып 30 қалады. Кейін 30 пен 4 көбейтіліп 120 болады. Хауыздың көлемі 120 метр куб. 120 ол литр екен, ой, кешірім. 120 литр. Кейін литрді метр кубқа айналдыру үшін 1000-ға бөлу керекпіз. Литрді метр кубқа айналдыру үшін 1000-ға бөлу керекпіз. Өйткені 10-3 дәрежесі ма? 1 литрім, ол 10-3 дәрежесі метр куб. Осыны 120-ны бөліп тастау керек 1000-ға. Неге бөлем екені? Минустан құтылу үшін ол астына кетіп қалу керек қой. 0,12 метр куб. Вот мына Д жауабы. Осымен достар, біздегі кубик және көлем табуға арналған есептер аяқталған екен. Сіздермен болған мен Князев Ақжол. Егер түсінбеген моменттеріңіз болса, пробныйдан шықпаған есептеріңіз болса, біздің жабық телеграм чатқа жіберіңіздер. Мен міндетті түрде көмектесетін боламын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.